Шымкент қаласының номер 1 клиникалық ауруханасы коронавирус індетімен күреске дайын екенін мәлімдеді. 2019 жылдың шілде айынан бастап енгізілген триаж жүйесі бойынша қызмет көрсететін аурухана қазір карантинге жабылған. Жедел жәрдем бригадасы мен науқастарды қабылдағанда олардың дене қызуын қашықтықтан өлшенетін құрылғымен тексереді. Дене қызуы жоғары немесе науқас бұған дейін вирус ошақтары анықталған шетелден келген болса, арнайы шаралар қолданылады. Науқас келгеннен бастап бізде қабылдау бөлімінде триаж медбике немесе триаж медбрат болады. Ол кісінің міндеті науқасты сортировка жасау. Сортировканы есіктен, сыртқы есіктен бастап жүргізіп жатырмыз. Себебі іштегі науқастарға, сырттан келген науқастарды біз тексеріп кіргізіп жатырмыз. Егер температура анықталатындай жағдай болатын болса, біз науқасты ішке кіргізбестен оқшаулау бөлмесіне алып барамыз. Сол коронавирусқа арналған киімдермен кіріп тексеруден өткізіледі. Вирусқа күдікпен түскен науқастармен жұмыс барысында медицина қызметкерлері арнайы жабдықталған киім киеді. Мекемеде бұндай киімнің саны бір реттік қолданысқа арналғаны 40, ал көп реттік қолданысқа арналғаны 10. Костюм, көзәйнек, қорғаушы маска, аяқ киім, жалпы киілетін киім, аяққа киілетін шұлығы мен медициналық қолғаптан тұрады. Күмән тудырған пациент оқшаулау бөлмесіне аурухананың сыртқы, ал дәрігер ішкі есік арқылы кіреді. Осыған дейін ауруханада тек бір ғана науқас оқшауланған, бірақ вирус анықталмаған соң үйіне қайтарылған. Аурухана дайын тұр. Не только на коронавирус, ол баяғыда сіз білесіз ғой, 4-5 жыл бұрын оны крымская геморрагическая лихорадка болған. Қанша неге Түркістанда болған. Сол баяғыда уже бастап біз больница дайын тұр. Мысалы қазір оны бесконтактный градус көрсетіп, уже бізде бұнан бар. Негізі аурулар бізде жатпайды, мен сразу айтатын болса, если сондай болатын болса, біз инфекционный больницаға жібереміз. Олар біздің территория кірмейді, отдельный фильтрді кіреді. Соқта анықтайды, если подозрение болатын болса, уже спецбригада келеді, скорой помощьтен, оны алып кетеді инфекционный больница. Сонымен қатар триаж жүйесінің міндетіне науқастарды ауырсыну деңгейі бойынша сұрыптау кіреді. Мысал үшін 2-3 минуттың ішінде шұғыл көмекке зәру пациент қызыл жолақпен белгіленіп, қарқынды терапия бөлімшесіне жеткізіледі. Ал сары жолақпен келген науқастар жағдайы орташа ауырлықта. Олар жарты сағат пен 1 сағат көлемінде тексеруден өтіп, диагноз анықталады. Жасыл жолақтыларға 1 сағат пен 2 сағат арасында көмек көрсетіліп, жағдайы тұрақталған соң амбулаторлы емге жіберіледі. Бұндай жүйенің мақсаты науқастарға жедел әрі сапалы көмек көрсету үшін керек. Айта кетелік, Қазақстанда алғаш рет коронавирус індеті 13 наурызда тіркелген болатын. 16 наурызда ел аумағы бойынша төтенше жағдай хабарланды. Содан бері жұқтырғандар саны 49-ға жетіп, вирус Нұр-Сұлтан, Алматы, Қарағанды қалаларында тіркелді. Аталмыш 2 мегаполис карантинге жабылды.